Сәлем достар, сіздермен бірге ойлантап арнасы. Бүгін сіздермен бірге тағамдар мен сусындарды эмоджилар арқылы табатын боламыз. Сіздерден тек лайк және подписка. Бұл қандай тағам түрі? Дұрыс, бұл пицца. Өзі домалақ сірнеге ұқсас тағам түрі. Дұрыс, бұл сырные шарики. Тез дайындалатын тағамның бір түрі. Бұл фри. Әлемге танымал тағамның бір түрі. KFC. Бұл да әйгілі тағамдардың бір түрі. Керемет жауап. Бұл хот-дог. Ал осының жауабын тауып көрейікші. Бұл плов тағамы. Бұл ұйғыр халқының ерекше тағамдарының бірі. Керемет, бұл лағман. Керемет және жеңіл сұрақтардың бірі. Жарайсың, бұл барни. Арахис қосылған шоколад түрі. Дұрыс, әлемдік бренд Snickers. Бұл энергетик сізге таныс деп ойлаймын. Горилла. Кәне осы сұрақты тауып көрейік, достар. Бұл баунти. Жапон елінің тағамы. Дұрыс, бұл суши. Бұл да тез дайындалатын тағам түрі. Керемет жауап, бұл бургер. Ағайынды шоколад түрі. Дұрыс, бұл твикс. Осы сұраққа назар аударамыз. Тапсаң бәрекелді, бұл стейк. Тез дайындалатын салат түрі. Қарапайым салат түрі огурцы помидордан жасалады. Түріктің ұлттық тағамдарының бірін жемеген ел жоқ шығар. Атақты донер. Бұл салатты жаңа жылда ғана дайындайды. Бұл оливье. Қаймаққа ұқсас. Бұл йогурт. Туған күндер болсыз өтпейді. Дұрыс жауап, бұл торт. Картофелден жасалады. Дұрыс, бұл чипсоны. Жеңіл сұрақтардың бірі.
Red Bull қанаттандырады. Қазақтың киелі сусыны. Әрине, бұл қымыз. Достар, видео ұнаса каналға жазылып лайк басамыз. Сіздермен бірге болған Ойлан Тап арнасы. Қош сау болыңыздар.